Сахарный пудрамызда кукурузный крахмалмен мына жерде разрыхлитель салып біріккенше вилкамен араластырып аламыз. Вилкамен әбден араластырып алғаннан кейін ұнымызды саламыз. Және бір келгі қамыр шыққанша илеп алатын боламыз. Вилкамен әбден бәрін араластырып біріктіріп алғаннан кейін қолмен қамыр дайындаймыз. Осындай қолға жабысатын қамыр шығады бізде. Одан артық ешқандай ұн салмаймыз. Дәл осылай тұрған қамырды осындай таза пакетикке салып, холодильникке 30 минутқа, яғни жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде 30 минуттың ішінде қамыр қатып, қолға жабыспайтындай болады. Өке қыздар, бізде осындай қолға жабысатын қамыр пайда болды. Осыны енді біз мешочекке салып, холодильникте жарты сағатқа қойып қоямыз. Холодильниктен шыққаннан кейін бұл қамыр қатып, кәдімгідей қолға жабыспайтын қамырға айналатын болады. Қараңыздар қыздар, бұл манағы шоко карамель пирогының тестісі. Маған қолға жабысатын қамыр еді. Енді қазір 30 минут холодильникте тұрғаннан кейін бұл қатты осындай қамырға айналды, яғни. Оны қазір біз шамалы ұн сеуіп, оқтаумен жаятын боламыз. Тым жұқа да емес, тым қалың да емес, орташа қалыңдықта жаясыздар. Қараңыздар қыздар, мындай раздвижной формаға тестомызды кесіп аласыздар. Қалған артық қамырын жан-жағына орналастырып шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін жақыннан көрсетейін. Міне осындай формаға мен жан-жағын бәрін артық қалған қамырды жан-жағына жабыстырып шықтым. Қамырды вилкамен тесіп шығамыз. Енді осы пирогтың тестісін ең бірінші осы тестіні духовкаге 160-170 градуста 15 минут бірінші пісіріп аламыз. Қатты қызартпаймыз, сәл қоңыр болып басып отырған кезде духовканы өшіріп тастаймыз. Жалпы 160-170 градуста менің духовкамде 15 минутта піседі. Слишком қатты қоңыр болып, қып-қызыл болып пісіріп жібермейсіздер, слегка пісіріп аласыздар. Мінеки қыздар, біздің шоко карамель пирогының тестісі духовкаде 15 минут пісіп шықты, яғни осындай сәл сарғыш болып пісуі керек. Ал енді қыздар, шоко карамель пирогының начинкасын жасауды бастаймыз. Яғни начинкаға біз ең бірінші белогын көпіргенше миксерлеп аламыз. Қараңыздар қыздар, біздің меренгіміз, яғни біздің белогымыз дәл осылай көпірді. Ең бірінші осылай көпіртіп аламыз. Кейін барып сахарный пудраны саламыз. Бірден белоктың ішіне сахарный пудраны салып жібермеңіз, өйткені бірден белоктың ішіне сахарный пудраны салып жіберсеңіз, сіздің мына белогыңыз көтерілмей алады. Сондықтан ең бірінші белокты осылай көпіртіп аламыз. Кейін барып көпіргеннен кейін жайлап осы сахарный пудраны салып меренгі шығаратын боламыз. Мінеки қыздар, біздің меренгіміз дайын болды.
Егер мындай планетарный миксер жоқ десеңіздер, қыздар қолдың ручной миксермен жасауға болады. Мен қазір уақытты тездету мақсатында осындай планетарный миксермен жасадым. Бұлай уақытта мен үйде де ручной миксермен жасаймын. Сіздер өздеріңіз ручной миксермен жасай берсеңіздер болады. Яғни шоко-карамель пирогының ішіне салынатын біз бисквит ретінде меренгімізді дәл осылай соғуымыз керек. Қыздар, біздің меренгамыз төменге түсіргенде ақпайтындай, осындай формасын ұстайтындай миксерлену керек. Байқап тұрсыздар ғой, да, міне. Ақпайды, яғни. Меренгіміз дайын болғаннан кейін біз какаомызды және грецкий орехімізді саламыз. Енді осы кезде қыздар өте сақ боламыз, қалай болса солай араластырмаймыз. Өйткені қалай болса солай араластыратын болсақ, біздің бисквитіміз көтерілмей қалады. Сондықтан міндетті түрде осылай лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз, қараңыздар. Астынан үстіне қарай. Міне, астынан үстіне қарай. Егер бұлай қалай болса солай араластырсаңыз, сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалады. Сондықтан өте сақ болыңыздар. Міндетті түрде лопаткамен осылай астын үстіне қарай араластырып отырып, мына пышностьті жоғалтып алмай, аккуратно араластырасыздар. Енді осы меренгімізді біз шалап піскен тестіміздің үстіне қоятын боламыз. Меренгімізді осы шалап піскен тестінің ішіне орналастыратын боламыз. Пирогымыздың ішіне осы меренганы осындай лопаткамен түп-түзу етіп жайғастырамыз. Мінекей қыздар, біз шалап піскен тестінің ішіне меренгімізді жайғастырып шықтық. Енді 160-170 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Шоко-карамель пирогының бетіне бізге карамель үшін осындай вареный сгущенкаға сары майдымызды салып, вареный сгущенкамызға бөлме температурасында сары майды салып, біріккенше миксерлеп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің вареный сгущенкамен сары майымыз бірікті. Енді біз соны пирогтың бетіне жағамыз. Мінекей қыздар, біз пирогымыздың бетіне карамелімізді жайып шығамыз. Осындай лопаткамен біртіндеп түп-түзу қылып жайып шығамыз. Мінекей қыздар, біз карамелімізді дәл осылай жайғастырып шығамыз. Енді үстіне глазурін жағатын боламыз. Карамеліміздің бетіне глазур жағу үшін біз сливкімізді ең алдымен газге ысытып аламыз. Әбден ысытып алғаннан кейін ішіне шоколад салып ерітіп, бетіне құятын боламыз. Ал қыздар, сливкімізді газге ысытып алдым. Ішіне шоколад салдым. Көрдіңіздер, бірден уже еріп кетті. Енді осындай жүйеншікпен әбден біріккенше араластырып аламыз. Шоколад ыссы сливканың ішіне әбден еру керек. Енді қыздар, дәл қазір ыдыста шоколадты сливкиде ыстық болып тұр. Сондықтан бірден пирогтың ішіне құюға болмайды. Өйткені ысылай пирогымыздың үстіне құйып жіберсеңіз, мына сгущенканы біз ерітіп жібереміз, яғни кескен кезде ол сұйық болып ағып тұрады. Сондықтан шоколадтың суығанын біз күтеміз. Суығаннан кейін барып, осы пирогтың бетіне жайғастыратын боламыз. Мінекей қыздар, карамеліміздің бетіне суыған шоколадны массамызды саламыз. Лопаткамен түзулеп барлық жеріне бірдей тиетіндей жайғастырып шығамыз осындай.
Енді бұл пирогты жанына міндетті түрде грек жаңғағын жанына бүйтіп сеуіп шығасыздар. Менде грек жаңғағы жоқ болғаннан кейін мен осылай миндальный слайсы сеуіп жіберемін. Пирогымыз дайын. Ас болсын, фоточеттер жеріңіздер үйде пісіріп қараңыздар, дәмі